Бүгін біз сендермен жалпы собирательный числительный өтеміз. Қазақ тілінде жинақтық сан есім, оған кіреді 2 мен 10-ның арасындағы сандар және оба или обе. Атап шығайық, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро, оба или обе. Собирательный числительный обозначает группу людей или предметов как целое. Яғни жинақтық сан есім топтағы адамдарды жалпылай атау, немесе заттарды. Мәселен, у него есть 3 друга: Вася, Петя, Саша дейді. Осы адамдардың аттарын жеке-жеке атамай-ақ жалпылай айтуға болады. Например, у него есть 3 друзей. Яғни 3 досын атамай, трое деп жалпы 3 санын ғана білдіруге болады. Оба сочетаются с существительными мужского и среднего рода. Яғни, оба деген сөзді қай кезде қолданамыз? Егер зат есім мужской мен средний родта тұрса, онда оба деген сөзді қолданамыз. Мәселен, оба брата учатся в нашей школе, оба карандаша красные, оба письма от дедушки. Обе существительными женского рода, яғни обе деп жазу үшін зат есім женский родта тұру керек. Например, оба девочки совсем маленькие. Ты съел обе конфеты. Собирательные числительные сочетаются, яғни байланысу. Существительными обозначающие лица мужского пола, яғни зат есім мужской родта тұру керек. Двое товарищей, трое водителей. Существительными, употребляющие только во множественном числе или обозначающие парные предметы. Кейбір сөздер орыс тілінде тек қана көпше түрде қолданылады. Мысалы, брюки, брюка деп айтпаймыз. Брюки, ножницы, Міне осы кезде біз міндетті түрде жинақтық сан есімді қолданамыз. Және де парные предметы. Парные, перчатки екеу болып жүреді. Сол кезде міндетті түрде собирательный числительный қолданамыз. Существительными, обозначающие детенышей животных, яғни жануарлардың балаларын жазған кезде міндетті түрде собирательный числительный қолданамыз. Например, кошка емес, оның баласы котята, медведь емес, оның баласы медвежата. Трое котят, 5 медвежат деп өзгеріледі. Личные местоимения. Мы, вы, они, осылардың барлығы личный местоимениеге жатады. Осыларды қолданған кезде жалпы собирательный числительныйды қолданамыз. Например, нас 5, послали вас 4. Собирательный числительныйның жасалуы жалпы 2-3-ге ой деген жұрнақ жалғанады. Формасы өзгеріліп двое, трое болады. 4 пен 10-ның арасына ер жұрнағы жалғанады. Например, 4 о, 5 ер о, 10 ер о, яғни ер жұрнақ о окончание болады. Осылай өзгереді. Собирательные числительные сочетаются, во-первых, с одушевленными существительными мужского рода. Яғни, зат есім жанды мужской родта болса, жаны бар мужской родта тұрса, онда ол міндетті түрде собирательный числительныймен байланысады. Например, 3 мужчин. Мужчина жанды, жаны бар, мужской родта тұр. Сондықтан ол собирательный числительныймен байланысып 3 мужчин деп жазулы тұр. Келесі с названиями детенышей животных, яғни жануарлардың баласын атаған кезде, жазған кезде, оған міндетті түрде собирательный числительный жазылады. Например, 6 козлят. Келесі дети, ребята, люди, осы 3 зат есім қолданған кезде міндетті түрде жинақтық сан есім жазылады. Например, 2 детей, 5 ребят. Сөйлемде собирательный числительныйды бірнеше рет қолданғаннан кейін оны қайта-қайта жазбасы үшін оба немесе обе деген собирательный числительный қолданамыз. Например, у меня есть 2 собаки и 2 попугая. Осыны қайталап жазбасы үшін обе собаки немецкие овчарки, оба попугая умеют говорить деп өзгертеміз. Оба қай кезде жазамыз? Егер зат есім мужской родта және средний родта тұрса. Обе деп қай кезде жазамыз? Егер зат есім женский родта тұрса, онда обе деген числительныйды қолданамыз. Например, оба мяча, оба яблока, обе кошки. Мяч мужской род, яблоко средний род,
кошка женский род. Енді тексерейік, я? Два медвежат или двое медвежат бола ма? Қайсы дұрыс? Двое медвежат дұрыс болады. Яғни жануардың баласын атаған кезде жинақтық сан есім қолданамыз. Сондықтан двое медвежат болады. Келесі, 5 солдат или 5 солдат. Қайсы дұрыс? 5 солдат дұрыс. Яғни существительное одушевленно стоит в мужском роде. Сол үшін ол 5 солдат болады. Енді тапсырма комментарийге бір мысалдан келтіріп жазыңдар.